Құжаттарды өткізудің, яғни проведение жасаудың бірнеше жолы бар. Осы нұсқаулықта біз сізге бір түрдегі құжаттарды белгілі бір мерзімге қалай жылдам өткізуге болатынын көрсетеміз. Мысалға, бізге 2024 жылдың 4-ші тоқсанның кіріс құжаттарын өткізу керек. Біз сатып алу тарауына, одан кейін тауарлар мен қызметтерді қабылдау тарауына кіреміз. Енді мерзімді таңдау керек. Тағы түймесі, мерзімді таңдау, 4-ші кварталды таңдаймыз. Құжаттарды өткізу барысында қателерді болдырмау үшін барлық құжат дұрыс қалпында екенін тексеру керек, қажет емес құжаттарды жою керек. Енді клавиатурада екі түймені бірге басамыз. Ctrl және ағылшынша Ә әрпін. Біз таңдаған мерзімнің барлық құжаттары белгіленді. Енді мышканың оң жақ түймесімен өткізу.